Шальды тоқу үшін қыздар бізге жіп керек болады. Менде осындай жіп, енді үйде қандай бар, сондай жіпті ала салдым. Қалыңдығы мынандай. Қалыңдығы сәл Ализе Ланакол. Бұл негізі мен шапка тоқитын бұдан. Бастап тоқимыз. Тоқуды бастаймыз. Ол үшін біз жүнімізді осылай істейміз да. Мынандай шеңбер жасап аламыз да. Бізге бір шеңберді қысқартып. 1, 2, 3. Тағы да 1, 2, 3. Және тағы да 1, 2 дейміз. Кейін енді жіпті осылай аламыз да. Мына басынан бастап не? Ең басында 1, 2, үшінші мына тесікке 3 баған ғой, соны 2 баған қоямыз, екеуді біреу қылдырамыз. Келесі тесікке тағы да таяқша жасаймыз. Енді соңында біз былай жасаймыз. 1, 2 өрім. Келесінде былай жасаймыз. 2 жіп аламыз да. Ең басындағы біздің жасаған түйінімізге 1, 2, 3. Мен сонда 4 баған болады бізде. Мынау бізде арка болып шықты сонда. Осымен біздің бірінші қатарымыз аяқталды. Енді екінші қатарда 1, 2, 3 ауыстырамыз. 1, 2. Енді мына жерде арка. Соған біз 2 таяқ жасаймыз. 1, 2. Енді бізде мына келесі жерде 2 таяқша тұр, я. Соған кәдімгідей үстіне тағы 2 таяқша тоқимыз. 1, 2. Енді мына аркаға кәдімгідей тағы да 2 таяқша тоқимыз. 1, 2. Енді мына жерде соңында 1, 2, 1, 2. Ең соңына 1, 2. Осында 4 өрімнен тұратын баған жасаймыз. Енді келесі қатарда 1, 2, 3 ауыстырамыз. 1, 2. Мынау аркаға 2 баған жасаймыз. 1, 2. Келесі мынау бағандарға біз кәдімгідей бағандар тоқып шығамыз үстінен. 1, 2. 3. 4. 5, 6. Енді келесі аркаға біз кәдімгідей 2 баған тоқимыз. 1, 2. Ең соңында 1, 2 дейміз да. Ең соңғы тесікке 1, 2, 3 бағаннан тұратын, 3 өрімнен тұратын баған жасаймыз. Міне біздің осымен үшінші қатарымыз аяқталды. 1, 2, 3 айналдырамыз. 1, 2. Енді біз осы жерге кәдімгі бір
таяқша тоқимыз. Енді мынау аркаға біз екі таяқ тоқимыз. Енді қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5. Оны біз мына жерде 1, 2, 3, 4, 5. Мына жерге 5-ші неге тесікке 1, 2, 3. 3 жіпті іліп аламыз. 1, 2, 3, 4. Тағы да 1, 2, 3. Келесі тесікке тағы да осылай тоқимыз. Енді тағы да 1, 2, 3, 4, 5. Енді мынау соңғы аркаға біз кәдімгідей 2 мынандай таяқша жасаймыз, тоқимыз. 1, 2, 2 соңында 3. Осымен біздің қатарымыз, келесі қатарымыз аяқталды. 1, 2, 3 ауыстырамыз. 1, 2. Мынау аркаға 1, 2 баған тоқимыз. Мынау 2 тұрған бағанға 2 баған үстіне тоқимыз. Бес өрім жасаймыз мынандай. 1, 2, 3, 4, 5. Мынау арка ғой, мына 2 жіптің 2 бағанның ортасына сол жерге біз жарты баған істейміз. Біреу. Мынау 2 баған бар ғой, 4 неден құралған өрімнен. Соған тағы да жарты баған істейміз үстінен. Біреу. 2. Енді мына аркаға жарты баған істейміз. Сонда общий бізде 4 жарты баған шықты. 1, 2, 3, 4. Енді тағы да 5 өрім. 2, 3, 4, 5. Так, мына жерге баған істейміз. 1, 2. Мынау бағанға тағы да, арканың ішіне 2 баған істейміз. Және де 1, 2 соңында сияқты тоқтатамыз соңында. Осымен біздің қатарымыз аяқталды. Уже мына жерде өрмекшінің, мына жерде өрмекшінің несі пайда болып келе жатыр, келесі қатардан 1, 2, 3 ауыстырамыз. 1, 2. Осы жерге арканың ішіне 1, 2. Бұрынғыдай қалыпша тоқи береміз. Енді бізде мына жерде бізде 4 қоям. Осы жерде бір бағанды біз тоқымай тастап кетеміз. Яғни 3-еуін ғана тоқимыз. Осы міне 1, 2, 3. Біреуін қалдырып кетеміз да. Енді 5 өрім. 1, 2, 3, 4, 5. Енді мына жерге келеміз да, тағыдан екен арканың ішінен жарты баған біреу істейміз. Мына жерлерге бұрынғыдай
жарты баған істейміз. Так, бұл жерде мінекей. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. И арканың ішінде бір жарты баған істейміз. Сонда барлық 6 жарты баған болу керек. Енді тағы да 1, 2, 3, 4, 5. Бір баған мына жерде қалдырып кетеміз да, келесі бағанға 3 баған үстіне осындай бағандар тоқышамыз. Біреу, екеу, үшеу. Так, мына аркаға 2 баған тоқимыз. 1, 2, 1, 2 осылай аяқтаймыз. Соңында алдында тоқып атқан сияқты аяқтаймыз. Енді келесі қатарға өтеміз. Ол үшін 1, 2, 3 айналдырамыз. Тағы 1, 2. Енді мына бағанға 2 баған тоқимыз. 1, 2. Келесі мына жерде біз енді ана 3 тоқсақ, енді 4 тоқимыз. 4 баған тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Біреуін қалдырып кетеміз. Енді біз мына жерде 5 өрімнен жасадық қой, енді 4 өрім жасаймыз. 1, 2, 3, 4. Енді мына жерде алдында қалай істедік, солай жарты баған. Мына арканың ішіне біреу, алардың ішіне әрбіреуіне жарты бағаннан тоқышамыз. Барлығы 8 болу керек. 4, 5, 6, 7, және мына бағанның ішіне біреу. Тағы да 4 өрім. 1, 2, 3, 4. Енді біреуін қалдырамыз да, келесі бағанның үстіне бағандар тоқып шығамыз. 1, 2, 4 баған тоқимыз. 3, 4. Енді арканың ішіне 2 баған тоқимыз. Алдындағыдай. Және 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Осымен біздің бұлдақ қатарымыз аяқталды. Келесі қатарға өтейік. 3 баған жасап аламыз. Так, 1, 2, мына аркаға 2 баған тоқимыз. 1, 2 баған. Енді 1, 2 өрім жасап аламыз да. 1, 2, 3, 4. Мына жерде 2 баған таста кетеміз да. 3-ші бағаннан бағандар жасаймыз. 1, келесі 2, 3-ші, 4-ші. Енді мынау алдындағы 4 мынандай өрімнің ішіне тағы да 1 баған жасаймыз. Сонда бізде 5 болады. Енді 1, 2, 3, 4, 5 өрім. Енді мына жерде ортасында біз екі шетінен бір-бірінен қалдырып кетеміз. Біріншісін емес,
екіншісіне жарты бағандан тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сонда бізде 6 болу керек. Міне мына жерден тағы біреу тастап кетеміз. Енді 1, 2, 3, 4, 5. Енді мына жерге алдындағы 4 өрімнің ортасына бір баған істейміз. Ішінен құралған. Енді 4 баған істеу керек. Келесі қатарлардан біреу. Сонда барлығы 5 болу керек. 2, 3, 4. Сонда барлығы бізде мына жерде 5 болды. 1, 2, мына жерден бастағанда 1, 2, 3, 4, 5 болды. Енді 1, 2, мынау аркаға тағы да 1, 2 баған істейміз, тағы да 1, 2. Осымен осы қатарды аяқтаймыз. Бізде осындай шығады. Bir, 2, 3 айналдырамыз. 1, 2. Мынау аркаға 2 баған тоқимыз. 1, 2. Келесіне 2 бағанға 2 баған тоқимыз. 1, 2. Келесі аркаға 1, 2. Сонда мына жерде бізде 6 баған тоқылып тұр. Енді 1, 2. Мына жерде 2 баған тастаймыз да, мына жерден 3 баған тоқимыз. 2 бағанды өтіп кетеміз. 1, 2, 3. Келесі мына жерге кәдімгі тағы бір баған тоқимыз. Енді 5 өрім жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді мына жерде ортасында біз шетіне біреуін қалдырып кетеміз да, жарты баған тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Мына шетіне тағы біреуін қалдырып кетеміз. Енді 5, тағы 5 өрім. 2, 3, 4, 5 өрім. Мына жерде кәдімгі тағы бір баған жасаймыз. 1. Мына жерде 3 баған жасаймыз да, 2-ін тастап кетеміз, ja? 1, 2, 3. Мына 2-ін тастап кетеміз. 1, 2. Мына бағанға 2 жасаймыз. 2 баған. Мына 2 бағанның үстіне 2 баған тоқимыз. 1, 2. Мынау аркаға 2 баған тоқимыз. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Соңында осылай аяқтаймыз. Осымен біздің қатарымыз аяқталды. Келесі қатарға өтеміз.
3 аударамыз. 1 2. Осы жерге бір таяқша істейміз. Енді арканың ішіне 2 таяқша, 2 баған істейміз. Енді мынау 6 қатарды кәдімгідей баған тоқып шығамыз. Енді мынау бағанға, аркаға 2 баған тоқимыз. 1 2. Сонда міне барлығы мына жерде бізде 10 баған шықты. Енді 2 өрім жасаймыз. Мына жерде екеуін қалдырамыз да 1 2. Мынаның ортасынан аркадан 1 баған тоқимыз. Сонда мынандай 3 баған болады. Енді 4 өрім жасаймыз. 2 3 4. Және мына ортасынан, дәл ортасына 2 баған жасаймыз. Ол үшін 1 2 3. Дәл ортасына мына жер болады. 1 2 3 4. 1 2 3. Дәл ортасына 2 ғана істейміз осылай. 1 2 3 4. Енді 4 өрім жасаймыз. 1 2 3 4. Мына жерден 1 жасаймыз. 1 баған. Тағы 1 баған, 2 баған. 1. Барлығы 3 баған болды. 3 баған болды. Енді екеуін қалдырамыз да 1 2 өрім. Мынау аркаға 2. 2. Келесі 6 баған. 1 2 3 4 5 6. Енді мына бағанға 2. Баған деп ғой аркаға. Сонда общий барлығы 10 баған болды. Енді 1 2 1 2. Мына ең соңына аяқтаймыз. Болды. Осымен біздің қатарымыз аяқталды. Бізде осында неке өрмекшінің несі шығып жатыр. Енді келесі қатарда 1 2 3 ауыстырамыз. 1 2. Осы жерге 1 баған істейміз. Мына аркаға 2 баған істейміз. 1 2. Енді 1 2 3 4 5. 5 өрім жасап аламыз да. Мына 5-ші қатарға 1 2 3 4 5-ші қатарға мынандай 2 жіпті орап алып таяқша істейміз. 2 3. Тағы да 1 2. Келесі таяқ істейміз осындай. 1 2 3 4 5. Мына жерге 2 баған. Келесіне 1 баған. Мына 2 бағанды қалдырамыз да. 1 2. Мына жерге мынау дәл орталарына 4 бағаннан тоқимыз.
4 баған, мына жерде 2 баған, ем жақта 4, сонда общий бізде 10 баған болу керек. 10 баған. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, келесіне екеу, келесіне төртеу, біреу, екеу, үшеу, төртеу. Енді 1, 2, мына екеуін қалдырамыз да, мына жерге 1 баған, мына арканың ішіне 2 баған, енді мынау кәдімгідей жаңағындай 10 не? 10 неден өткенге 1, 2, 3, 4, 5 дейміз да. Бұл жерден санаймыз 1, 2, 3, 4, 5. Осы жерге 2 таяқша істейміз. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 өрімді жасап болғаннан кейін осыны бекітеміз соңына. Соңына қараймын. Соңғы мына 5-ші неге бекітеміз. Сосын аркаға 2 баған істейміз, тоқимыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Осы жерден тоқтатамыз. Келесі қатар 1, 2, 3 ауыстырамыз. 1, 2. Осы жерге аркаға 2 баған. 1, 2. Тағы да 2 баған. 1, 2. 1 бағанды қалдырып кетеміз. Енді қыздар 5 өрім аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Сосын алдындағыдай, алдында мына жақта тоқығандай тоқимыз. Яғни жарты баған біреу арканың ішіне. Сосын мына жерде екіншісі, үшіншісі. Және мына арканың ішіне 4 болады. Енді 1, 2, 3, 4, 5. Мына жерде біреуін қалдырып кетеміз да, 1 бағанды. Келесі бағанға біреу, 1 баған, келесі бағанға 1 баған. Мына арканың ішіне екеу, біреу, екеу. Так, енді 2 өрімді аламыз да. Бұл жерде 2 таяқша қалдырып кетеміз да, үшіншісінен бастап 6 баған тоқып шығамыз. 1, 2, үшіншісінен бастап 1, 2, 3, 4, 5, 6. Келесі 2 өрім, аркаға 2 баған тоқимыз. 1, 2. Так, мына жерге 1 баған. Тағы 1 баған. Мына жерде бір бағанды біз қалдырып кетеміз. Енді 5 өрім. 1, 2, 3, 4, 5.
5 өрім, сосын мына жерде жарты баған. 1 2 3 4 так 1 2 3 4 5 5 өрімді болғаннан кейін біреу мына баған тастап кетеміз де, келесі бағанға бір баған, келесі бағанға бір баған тоқимыз да, сосын 1 2 мына арканың ішіне 2 баған тоқимыз. 1 2 1 2 1 2 и тоқтатамыз. Сонымен біздің осы қатарымыз аяқталды. Енді қарап отырсаңыздар, тағы да мынандай өрнектер пайда бола бастап жатыр. Осылай үлкейте береміз. Келесі қатар 1 2 3 ауыстырамыз. 1 2 осы аркаға 2 баған тоқимыз. Келесі 3 баған тоқимыз. Яғни жерде 4-те, бірақ 3-те тоқимыз біз. 1 2 3 Енді 5 өрім 1 2 3 4 5. Мына жерде тағы да жарты баған 1. Мына ортасында тағы да жарты бағандар 2 3 4 5. Келесі бір жарты баған, сонда 6 болады. Тағы 1 2 3 4 5. Мына жерде біреуін қалдырып кетеміз де, бір бағанды. Келесі баған 3 тоқимыз. 1 2 3. Енді мына жерден ортасынан 2 баған тоқимыз. 1 2 1 2. Мына жерде 2 баған қалдырамыз да, баған тоқимыз. 1 2 таяқ баған істейміз да, 2 өрім істейміз да, 2-ін тастап кетеміз да, мынау аркаға 2 баған тоқимыз. 1 2. Келесі 3 баған тоқимыз. 1 2 3. Сонда общем мына жерде 5 баған болады. Біреуін қалдырамыз. Енді 5 өрім 1 2 3 4 5. Тағы мына жерде жарты баған 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5. Мына жерде біреуін қалдырып кетеміз да, бір бағанды. 1 2 3. Мына ненің ішіне 2 баған істейміз. 1 2 1 2
1 2 осымен тоқтатамыз бұл қатарды. Бұрын қапшада шет жақтары қарап отырсаңыздар 1 2 3 ауыстырамыз 1 2 арқаға 2 баған істейміз. Келесі 4 баған істейміз. Жерде 5-еу, біреуін тастап кетеміз. Яғни 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу. Енді 4 өрім жасаймыз. 1 2 3 4. Енді бұл жерде жарты баған 1-еу. Барлығы 8 болып 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 7-еу, және мына шетіне 8. 4 өрім 1 2 3 4. Бұл жерде біреуін қалдырып кетеміз. Келесісіне 1 2 3 4. Мына жерге 2-еуін қосамыз. Енді 2 өрім, сосын келесісіне өтіп кетеміз. 1 2 1 2 4 тағы да баған істейміз. Сонда общий 6 болады. Алдындағы 2-еумен қосқан кезде. Біреуін тоқымай қалдырамыз. Енді 4 өрім 1 2 3 4. Мына жерге тағы да жарты баған тоқимыз. 1 2 3 4 5 6 7 8. Енді тағы да 1 2 3 4. 4 баған. Енді біреуін қалдырамыз да 4 баған және арканың ішіне 2 баған, сонда 6 баған шығады бізде. 2 3 4, арканың ішіне 2. Және тағы да 1 2 1 2. Соңында ол уже түсінікті сіздерге. Келесі қатарда 1 2 3 1 2. Бағаның ішіне 1, арканың ішіне 2. 1 2. 2-еуін тастаймыз да келесіне бағандар тоқимыз. 1 2 3 4. Және мынаның ішіне 1. 5 өрім 1 2 3
4, 5. Şimdi mына жерге 1 жарты бағандар. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Осы жерге баған. Біреу. Так, бұл жақпен 4-еу, 5-еу, 6-ау. Так, 1, 2, 3, 4. Мына жерге тағы да жартылай баған. Bir, 2, 3, 4. Енді біреуін қалдырамыз да келесісіне. Өтеміз 1, 2, 3, 4. Және арқаға 2 баған тоқимыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bir, 2, 3 аударамыз. 1, 2. Мына жерге арқаға 1, 2. Енді мына жерден 1, 2, 2 баған тастап кетеміз де келесіне бағандар тоқтаймыз. 4 баған. 1, 2, 3 және 4. Мына ортасында, мынаның ішіне біреу түсеміз, бір баған. Сонда бізде мына жерде 5 баған болып шықты. Енді біз 5 өрім өреміз. 2, 3, 4, 5. Және мына ортасында бізде мынандай жарты баған 8 ғой. Біз ортасынан, екі шетінен қалдырып, ортасынан ғана жарты бағандар тоқып шығамыз. 6 болу керек. 1, 2, 3, 4, 5 және 6. 5 өрім 1, 2, 3, 4, 5. Және мына ортасындағы арқаға 1 баған. Мына жерге 4 баған. 1, 2, 3, 4. Мына жерде 2-ін қалдырып кетеміз да. 2 өрім. Мынау арқаның ішіне 2. 1, 2 баған. Тағы да 2 баған. Мына жерде 2-ін қалдырып кетеміз да. 1,
2 бағанды қалдырып кетеміз бе? 4 баған тоқимыз. 2 3 4 және арканың ішіне 1 баған тоқимыз. Сонда бізде мына жерде 5 баған болды. Тағы да 1 2 3 4 5. Басындағыдай, мына жердегідей, мына жерге де тағы да жарты бағандар тоқимыз. Ортасынан 6 баған, жарты баған тоқимыз. 1 2 3 4 5 6. Енді тағы да 5 өрім. 1 2 3 4 5. Мына жерде ортасынан арканың ішіне 1 баған. Так, мына жерде бізде 4-еу. Төрт баған тағы да. Сонда бізде 5 болады. Сосын мына жерде 1 2 и мынау арканың ішіне 2 тоқимыз. 2 баған. 1 2 және бұлай тоқтатамыз соңына. Осымен біздің осы қатарымыз аяқталды. 1 2 3 ауыстырамыз. 1 2 осы жерге 2 баған. 1 2 келесі мына 2 бағанның үстіне 2 баған тағы да. Келесі аркаға 2 баған. Сонда бізде барлығы 6 баған болады мына жерде. Мына жерде 6 баған. 2 өрім. Мына жерде 2 бағанды қалдырып кетеміз. Үшіншісіне баған. Келесісіне баған. 3 баған. 3 баған болады. Келесісіне арканың ішіне 1 баған болады. Сонда мына жерде барлығы 4 баған болыпты. Енді 5 өрім. 2 3 4 5. Және мына жерде дәл ортасына 4 жарты баған тоқимыз. Мынау алдындағы мынау қатардағыдай біздікі қайталанып келе жатыр. Енді осы жерге 4 ортасынан ортаңғы жерінен 4 жарты баған тоқимыз. Екі шетінен бір бағаннан, жарты бағаннан қалдырып кеттік, яғни 1 2 3 4 5. Енді мынау арканың ішінен 1 баған. Және мына жерден 3 баған тоқимыз. 1 2 3. Ал мына жерде екеу қалады. 1 2 өрім істеп аламыз да, мына арканың ішіне 2 баған істейміз. 1 2 мына 2 бағанның үстінен 2 баған
Және арканың ішінен екі баған. Сонда бізде мына жерде 6 баған болды. Енді 2 өрім. Мына жерде 2 баған тастап кетеміз де, келесі 3 бағанды тоқимыз. 1 2 3 және аркаға біреу тоқимыз. Сонда барлығы бізде 4 баған болады мына жерде. Тағы да 5 өрім. 3 4 5 және тағы да жарты баған 4 істейміз ортасынан. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 өрім. Мына жерге арканың ішіне бір баған. Біреу. Барлығы 4 баған болар болса. Үшінші баған, 4-ші баған және соңғы 2 бағанды біз қалдырып кетеміз. 1 2 дейміз де. Мынау арканың ішіне 2 баған. Мынау ненің ішіне 2 баған. 2 бағанның ішіне 2 баған. Және арканың ішіне 2 баған. Сонда бізде барлығы 6 баған болады. 6 баған болды. Енді 1 2 1 2 дейміз де, мына соңғысына тоқтатамыз осылай. Осымен біздің қатарымыз аяқталды. Енді соңғы қатарды көрсетемін. Сонымен біз аяқтаймыз. Келесісін өздеріңіз осы осы қатарларға тоққан қарап кете бересіздер. Уже үлкейе береді. Мына жерде 2 уже мынандай өрмекшінің узоры болса, келесіде уже үлкейе бастайды. Ол сөйтіп біздікі үлкейеді. Келесі қатарда аналогичный 1 2 3 ауыстырамыз. 1 2 ауыстырамыз да. Осы аркаға 2 баған тоқимыз. Және келесі мынау 6 бағанды тоқ шығамыз. 1 2 3 4 5 6 және мынау аркаға тағы да 2 баған тоқимыз. 2. Сонда бізде мына жерде барлығы 10 баған болды. Біз мынау манағыдай ең басындағыны қайталап жатырмыз. Қарап отырсаңыздар, мына жерде 10 баған болды. Сол бағанның үстіне біз кәдімгі өрмекшінің жаңағы торын келесі қатарда уже формировать етеміз. Енді 1 2 өрім жасаймыз да. Жерде 2 баған тастап кетіп, келесісіне 1 2 да 1 баған. Екінші баған тоқимыз да. Мына арканың ішіне 1 баған. Сонда общий 3 баған болады мына жерде. Енді 1 2 3 4 өрім. Енді алдындағыдай 1 2 3. Мына ортасынан, дәл ортасынан 2 баған
осындай неден ұзын баған тоқимыз. 1, 2, 3. Келесі. 1 өрім, 2, 3, 4 өрім. Және мына арканың ортасына бір баған және келесінен 2 баған қатарынан тоқимыз. 1, 2, сонда 3 общий баған болады. Енді 1, 2 өрім келесіні арканың ішіне 2 баған, 1, 2 баған. Мына жердегі 6 бағанға 6 баған үстіне. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Және мынау арканың ішіне 2 баған. 1, 2. Сонда мінекей жерде бізде 10 баған шықты. Яғни біз келесі қатарда мына жерде уже келесі ненің қатардың өрмегін формировать етеміз. Енді 1, 2, мына жерде 2-ін қалдырып кетеміз да. Келесі 2 баған тоқимыз. 3-ші бағанды арканың ішінен тоқимыз. 2, 3 баған болды. Енді 4 өрім 1, 2, 3, 4. 4 өрім 1, 2, 3 дейміз де дәл ортасынан осындай бағандар тоқимыз. 2 баған ортасынан. 1, 2, 3, 4. 1 баған. Келесінен 2 баған. 2 баған мына жерде қалдырамыз да, 2 өрім істейміз да, и мынау арканың ішінен 2 баған. Тағы да осында 10 баған шығу керек бізге. Мына жердегі 6 баған тоқ шығамыз. Үстінен 1, 2, 3, 4, 5, 6. Және арканың ішінен 2 тоқимыз. 1, 2. Сонда мына жерде бізде 10 баған шықты. Енді аяқтаймыз. Аяқтағанда білесіздер. 1, 2, 1, 2. Және соңғы бағанды тоқимыз. Міне осылай біздің осы неміз аяқталды. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Мінекей осымен біздің осы шаль тоқу неміз аяқталды. Қарап отырсаңыздар, мінекей өрмектің торы, мінекей міне өрмекшінің торлары. Енді мына жерден 10 бағаннан 1 өрмек шығады, мына жерден 1 өрмек, мына жерден 1 өрмек шығады. Келесі қатарларды осы неге қарап, мына жердегі қатарларға қарап өздеріңіз тоқисыздар. Ұнаса лайк басамыз, менің арнама жазылыңыздар, өздеріңізде тоқып алыңыздар, міндетті түрде лайк басыңыздар, тоқсаңыздар, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Қыздар, мінекей осындай болып шықты. Қараңыздаршы, қандай әдемі көздің жауын алады. Осыны арқаңызға жауып жүрсеңіз, не болмаса анаңызға тоқып берсеңіз қандай күшті. Мынандай шашақтарын жасау оңай, әр мынандай несіне кіргізіп, жіпті осындай біраз жіп кетіп қалады. Қараңыздар, қалай күшті. Қазір мен сіздерге киіп көрсетейін, бұны қалай болатын.
осы үлкенді өзі камераға сыймай тұр. Күшті болып шықты. Сіздер де осылай тоқып алыңыздар. Менің еңбегімді бағалап, осы видеоны лайк басып, достарыңызға таратыңыздар. Олар да тоқып, аналарына сыйласын, әпкелеріне сыйласын, немесе өздеріне тоқып, осы көзін жауын алатын осындай шаль тоқып киіп жүрсеңіздер қандай керемет. Өзіміздің қолымыздан жасалған, Қытайдікі емес. Керемет емес пе, иә?